Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді әрі әдемі көрінетін қазан кебап әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге бірінші ет қажет болады. Өз қалауыңыз бойынша жылқы, сиыр, қой еттерінің біреуін таңдап аласыз да, осылай видеода көрсетілгендей кубиктап, ірі етіп турап аламыз. Ал ендігі кезекте етімізді маринаттауға кірісеміз. Үстінен жақсылап дәміне қарай тұзды сеуіп аламыз да, қалауыңыз бойынша қызыл бұрыш, қара бұрыш, зірәні қоссаңыздар да болады. Және соңында ащы қалайтын болсаңыздар, онда аджиганы да қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Және де шашлыктың приправасын да қоссаңыздар болады. Етімізді біраз уақытқа қойып қоямыз. Ал енді біз картобымызды дайындаймыз. Ол үшін ашылып, жуылып дайындалған картобымызды аламыз да, оны қызып тұрған қазанымызға осылай біртіндеп салып шығамыз. Картошкаларымызды жақсылап, осылай екі бетінде қызартып, араластырып, қуырып аламыз. Екі беті де дәл осы видеодағыдай қызарып піскеннен соң осылай картошкаларымызды сүзіп алатын боламыз. Енді біз маринатталған шашлыктарымызды тізіп шығатын боламыз. Ол үшін бізге арнайы осындай шпажка қажет болады. Еттерімізді біртіндеп алып, осылай шпажкаға кіргізіп шығатын боламыз. Біздің дайын болған шашлыктарымыз дәл осылай көрінетін болады. Енді шашлыктарымызды алып, дәл жаңағы картопты пісірген майымызға жақсылап екі бетінде қызартып, қуырып алатын боламыз. Ал енді біз қазанымыздағы майымызды басқа ыдысқа құйып аламыз да, түбіне кішкене ғана май қалдырып, жаңағы қуырылып дайындалған картоптарымызды алып, осылай орналастырып шығамыз да, оның үстінен дайын болған шашлыктарымызды осылай қойып шығатын боламыз. Енді үстінен бір пиязды алып, осылай орналастырып шығамыз. Және дәміне қарай тұзды себеміз де үстінен су құятын боламыз. 20 минуттай қазанымызда жақсылап бұқтырып алғаннан соң, біздің өте дәмді қазан кебабымыз дайын болады. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.